Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айдана. Бүгін біз машина тортын жасайтын боламыз. Бізге керегі 5 жұмыртқа. Ол жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп, ажыратып аламыз. Одан соң бірінші жұмыртқаның ағын еш нәрсе қоспай, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң қантымызды алып, ағы мен сарысына бөлеміз. Ағына көбіректеу, сарысына сәл аздау қылып ажыратып бөліп аламыз. Одан соң ағын жақсылап көпіргенше, өзінің формасын ұстап тұрғанша осылай қозғап аламыз. Ал одан кейін сарысын жақсылап араластырамыз миксермен. Ал енді осылай араластырып болғаннан кейін сарымызды ағына қосып, астынан жоғарыға қарай осылай араластыратын боламыз. Ал енді ұнымызға кукурузный крахмалымызды саламыз және де жарты қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды аз-аздан сала отыра, астынан жоғарыға қарай осылай қозғайтын боламыз. Онды бірнеше бөліктерге бөліп, салып отырамыз. Осылай қоюлатып аламыз қамырымызды. Қамырымызды қоюлатып болғаннан соң, духовкамызды 180 градусқа қыздырып аламыз бірінші. Одан кейін ыдысымызға салып, сол 180 градуста 20-25 минут шамасында бетін ашпай пісіреміз. Бірақ сыртынан қарап тұрыңыз міндетті түрде, күйіп кетпеуі қажет. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оны пісіріп аламыз. Ол уақытта крем дайындаймыз. Сүтімізге қантымызды салып, жақсылап араластырып, газге қоямыз. Қанты жақсылап еруі қажет. Осылай бірінші қантын ерітіп аламыз. Одан соң 2 жұмыртқамызды алып, араластырып, сол сүтімізді жұмыртқаға 1-2 қасықтан сала отыра қозғап аламыз жақсылап. Осылай жақсылап араластырып алу керек. Одан соң тұқымның сарысын осылай сүтіміздің үстіне қойып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін газымызге қойып, жай оттан бастап осылай қайнатып аламыз. Бірақ міндетті түрде осылай араластырып тұру қажет. Міне осылай қоюланады біздің массамыз. Енді бұны алып, басқа ыдысқа ауыстырып, суытып аламыз. Міндетті түрде суыту қажет оны. Одан соң сары майымызды алып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан соң үстінен мәңгілегі жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оны міндетті түрде суытып алыңыз. Креміңіз су болып кетсе қорықпаңыз. Оны холодильникке салып, бірнеше уақытқа осылай қайтадан қатты қылып алуға болады. Міне біздің креміміз дайын. Екеуін бір-біріне араластырып, осындай болып шықты креміміз. Ал енді коржымызды 2-ге бөліп, арасына кремімізді жағамыз, өзімізге керек мөлшерде. Одан соң үстінен екінші коржымызды қоямыз. Енді екінші коржымызды қойғаннан соң, 2 жанын бірдей етіп кесіп аламыз. Міндетті түрде өлшеп кесіңіз, 2 жанын бірдей қылып, кесіп болғаннан соң үстіне қоямыз. Екеуін де үстіне қойып, машинамыздың формасын шығарамыз. Міне осылай қойып алу керек. Енді алды жағын кесіп тастаймыз. Осылай кесіп, 2 жанына қойдым. Енді жақсылап үстінен кремімізді жағып шығамыз. Барлық жеріне кішкене-кішкенеден жеткізіп, кремімізді жағып алдық. Енді шоколадты ерітіп, немесе қара красительмен осы кремге араластырып, машинамыздың көздерін, есіктерін жасауға болады. Мендегі шоколад, кәдімгі Қазақстан шоколадын ерітіп, сонымен жасап жатырмын. Осылай өзімізге қажет суреттерді салып аламыз. Ал енді қалған креміміздің түсін қалауымызша бояп, осылай машинамыздың үстінен барлығын жағып шығатын боламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте оңай, құрамы өте қолжетімді. Және де балдарыңызды осылай қуантып қойсаңыздар болады. Мен кеше баламның туған күніне жасап бердім осылай. Балам өте қатты қуанды.
дәмі де жақсы болып шықты. Егер де қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, қантын кішкене аз қылып салсаңыз болады. Осы біздің тортымыз дайын. Енді холодильникке салып кішкене қатырып аламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.